жасында енемді инсульт қала жаздадым. 7 ноябрь күні менің мамам, енем барлықтарыңыз білетін 60 жасқа толған болатын. Және де осы жылғы туған күнін барынша ерекше қылып жасау үшін сюрприз дайындадық. Мамам өзі сюрпризді, сыйлық алғанды өте қатты жақсы көреді. Сол үшін 7-сі күні түнгі 12-де өтірік құттықтадық та. Мама, сіздің туған күніңізге отыра алмайтын болдық, кафеге барып, будний күн бос емес біз деп алдадық. Тек барып макияж жасатып, фотосессия жасайық менің контентіме дедік деп, салонға алып барып, әдемі көйлегін кигізіп, видеолар түсіріп, фотосессия жасадық та. Кешке қарай көзін байлап ресторанға алып бардық. Ресторанда өз таныстарын көрген кезде жүрек тоқтап қалай екен деп қорқып кеттік. Алайда барлығы жақсы болды. Енем өте қатты қуанып, жылап, достарын, таныстарын көріп, бір марқайып қалды. Солғанша гүлім көзде толы, ана деп ән салам. Жүрегім мейлі жүзге толы, бөлекпін мен саған. Ана, мәңгі дос сен ана. Абзал ана, көңілім жинала. Дарасың сен маған, дарасың сен маған. Осылайша 3 баласы 3 келіні болып, жабылып жүріп, енемнің 60 жасын дүркіретіп атап өттік. Жастарский торт та болды, би де болды, ән де болды.